В этой схватке побеждает Айдарханов Эрсултан, Казахстан. Бұл халықаралық турнирға, Алай Open турнирына бізде Қазақстаннан 27 қатысушы, 27 спортшы келді. Сабыржанұлы Самарбек, Джиу-джитсу федерацияның президенті бізді осы арнайы осы жасқа шақырған болатын. Біздің Қазақстанда өтетін халықаралық турнирларға үнемі ол Қырғыздың балдары, Қырғызстанның құрамасы бізге келіп қатысып тұрады. Біз енді алдағы уақытта үлкен жоспарларымыз бар. Бірге жаттығу жасау, бірге жолдастық кездесу, сборлар жасау, бірге енді осындай қырғыз-қазақ джиу-джитсуны дамыту үшін алдағы уақытта үлкен жұмыстар жасалатын болады. Енді Алай деген бұл ауданда енді дамып жатыр екен джиу-джитсу. Сондықтан енді мен ойлаймын, осы турнир осындай ауылдық жерде жасап жатқаны бұл ауылдың балдарына бір беріп жатқан көмегі. Бұл ауылдың қаншама баласы келіп осында джиу-джитсуды көріп спортқа деген қызығушылықтары артып жатыр. Осы ауылдың балдары ертең әлі талай Қырғыздың туын желбіретіп чемпион атанатын болады. Сондықтан осындай ауылдық жерде ұйымдастырылып жатқан жарыс болған соң қазіргі уақытта енді орташа. Бірақ осындай турнирлардың арқасында мен ойлаймын, осындай ауылдарда мықты балдар көп шығады. Көп балдар бар, мықты, оларға әлі көбірек тәжірибе керек, дайындықтар керек. Өніктіру мақсатында бірелі саясат болсын, жол болсын, бірелі мәдениет болсын, бірелі спорт болсын, аймақтарды өніктіру мақсатында болғаннан кейін біздегі ортада дөп қалмастан бізде атайын демеуші болған адамдармен кеңесіп, жаңа өзіміздің джиу-джитсу федерациясының коллегаларысымен кеңесіп, Şu Alay elindeki Jiu-Jitsu Federa turnirini өткөрүүгө жетип чыгарганбыз. Jiu-Jitsu боюнча эл аралык турнирди ачык деп жарыялайм.
Да, я постараюсь. Ну, в общем, или после полпятого, или до 3. Мате, стойка. Да, я буду. Бұл беттеште жеңіске Майрамханұлы Қалысбек жетішті. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Турган мырза Казакстандан келген биздин спортчубуз. Азыр биз бул жактан суроо салып көрсөк. Айтсаңыз, сиз бул жерде кандай кызматты аткарып атасыз азыр? Мен бул жака өзүмдүн шакирттеримди, жыцар балаларымды алып келдим. Және де өзүм спортсмен ретинде катышууга келдим бул жакта. Мына жактагы жарыш деңгээи өтө жакшы, балаларыбыз өтө адемі, унады, күрөштөр де, техника жагынан да жарыш өтө жакшы өттү. Энди алда убакта азыр өзүм да күрөшөм. Спортчу катары айтсаңыз, биздин Алай районунун спортчулары кандай экен? Алайдын балалары өтө жакшы, көрдүм. Бүгүнгү биздин дарежемен жакшы, дарежелер өтө жакшы. Өзүм көрүп кубанып отурмун барлык балаларды. Шакыруулар көп болсо, биз арийне баарына барууга тырышабыз, және биз да чакырамыз, Алла кааласа алда убакта. Сиздер де келиңиздер, балаларыбыз деңгээи өссүн, балаларыбыздын чемпион болсун. Даярданат Абдибай уулу Мамат Атилла, Мамат Карипов Ильяс, жаш күч. Бой! Поправка, татами номер 2. Жоошбаев Сабир, алыш. Абдыбек Нурмухаммед, алыш. Красный попало. Бой. Время, бойцы. Молодец. Красный. Суратов Кутманбек Атилла 8 балл менен утту. Бүгүнкү турнирдин максаты 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү максаты болгондуктан бир эле спорт эмес, башка тармактардан да болуп жатпайбы. Ошонун ичинен биз спорттун ичинен ушул жужутсу спортун тандап, биз өзүбүз ушул көптөн бери иштеп, көптөн бери мелдештерди өткөрүп келгендиктен атайын ушу айыл жергелерине көңүл буруп, ушу биринчи Алайдан баштайлы деп чечтик. Буюрса жакшы пландарыбыз бар, ой максаттар бар. Бул биринчи эле эмес, бул турнирге аябай көптөгөн катышуучулар болду. 3 өлкөдөн келди, казак элинен, өзбек элинен жана тажик элдер.
Көрүүчү катары мына быйылкы 2018 жылкы аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөзүлүп жаткан бүгүнкү иш-чара аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат. Өзүм дагы ушул Коңурду айыл өкмөтүнөн келип, Алайдатка спорт клубунан биздин өзүбүздүн балдар да келген, ата-эне катары да келип отурабыз. Азыркы бул жерде жогорку деңгээлде өтүп жатат. Мен өзүм балам да катышып жатат азыр ушул турнирге. Мына жогорку деңгээлде өтүп, мына биздин ушу ден соолукту чыңдоо, элдердин ушу жакшы деңгээлде өтүп атат да. Мынча айтканда ушу биздин Алай районунда өтүп атканы дагы бизге чоң стимул болуп атат. Ата-эне катары мен өзүмдүн уулум да катышып жатканына байланыштуу бир бул жерге келип эле жеңиш максат эмес. Ушул жерде катышып, ден соолугун чыңдап, терс көрүнүштөрдөн, көчөдө башка жаман көрүнүштөргө катышпай, ушул жакшы эмелерге, жакшы жактарга ооп ушундай катышып жаткандарына мен өзүбүздүн балдарга дагы ушу баардыгына ыраазычылык, ушу ийгиликтерди каалайм. Время. Мате. Токторов Темирлан, алыш. Бүгүн жакшы, Кудайга шүгүр, ушул жогорку масштабдагы эрежелер жакшы сакталып жатат. Ушул биздин да айылдан дагы спортчулар эрежелерди үйрөнүп, жакшы катышып атат. Ушу биз жакшы эле ушу шаардагылар бүт Бишкекке, Ошко келип бардыгы билип калган. Мына биздин Алай районуна биринчи жолу келгендиктен бизде анча-мынча кемчиликтер болуп жатат. Бунуку азыр бул спортту дүйнө жүзүндө мусулманский спортта буну жакшы кабыл алып атышат. Булардыкы ушул алардыкынан башка жумшак, аябай жумшакты талап кылган спорт. Чоң деңгээлде өткөн соревнованияны уюштурган адамдарга чоң рахмат. Кыргызстан Jiu-Jitsu федерациясына чоң рахмат. Кудай кааласа чоң деңгээлде өттү, казак туугандар келди. Өтө чоң деңгээлде мындай кандай десем, важный соревнования болду биз үчүн. Чоң жетишкендикке жеттик, Кудай кааласа. Деңгээл өтө мындай мени таң калыштырды болду. Мындай соревнования Ошто мен көрө элегилем. Алай калкына да чоң рахмат, ушундай бизди тосуп, эч кемсиндирбей, бизди тосуп жакшы неме кылган. Анан өзүбүздүн толкунданып чыктым мен. Биринчиден агайларыма чоң рахмат.
Альянс спорт клубуна чоң рахмат бизди чоңой өстүргөнүнө. Келечекте дагы Кудай кааласа ушундай соревнованиялар боло берсин. Алай жергесине ийгилик, бейпилдик болсун.